Әлеуметтік желілердің мониторингі барысында 29 шілдеде Атырау қаласында Теплый арнасында балықтың өлімі туралы ақпарат анықталды. Балық ресурстары мен басқа да су жануарларының қауіп-қатері және өлімі анықталған кездегі өзара іс-қимыл схемасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің балық шаруашылығы комитеті Жайық-Каспий облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы барлық мүдделі мемлекеттік органдарды хабардар етті. Осы ақпаратты тексеру үшін балық өлімінің болжамды орнына комиссия жіберілді. Оның құрамына мемлекеттік органдар өкілдері кірді. Балықтың өлімі туралы ақпарат расталды. Арнадағы судың температурасы 39,5 градус, оттегінің мөлшері 6. Анықтау барысында көктемгі су тасқыны салдарынан Жайық өзені жағадан шығып, өзен суы төгілу арқылы Соколок арнасына түскені анықталды. Сондай-ақ су тасқыны кезінде Соколок арнасымен бірге балықтар төгіліп, Теплый арнасына түскен. Балықтардың өлімінің болжам себебі Теплый арнасындағы су температурасының жоғарылауының, суда оттегінің болмауы. Өлген балықтардың жалпы салмағы 28,5 кг. Атырау облысы бойынша экология департаменті зертханалық зерттеулер үшін су сынамалары алынды. Жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, санитарлық нормалар сақтай отырып, өлген балықты жинау жұмыстары жүргізілді.